Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Есімім Нақып Бақытжан, Шымкент қаласының тұрғыны. Бүгін 11.06.2024 жыл. Мен сіздермен қуанышты жаңалықпен бөліспекшімін. Мынау соншама уақыт тартысып, айтысып, қаншама мекемелерге шағымданып жүріп, мынау жеке сот орындаушысы Макашев Талғаттың ісі бойынша қазақ тілінде ақпараттарды алдым. Бұған өте қуанып жатырмын. Яғни 10.06.2024 күні кеше осы барлық хабарламаларды қазақ тілінде алдым. Яғни соттың қаулысы, соттың іс материалдары, бүкіл хабарламалардың барлығын мемлекеттік қазақ тілінде алдым. Енді осы жаңалықтармен бөлісіп, қуанышты жаңалықты қазақ еліне айтпауға болмады. Себебі бүкіл менің көрермендерім, бүкіл Қазақстанның азаматтары осындай заң бұзушылықтардың арты не болды, қалай болып жатыр деп көптеген адамдар сұрап жатыр, қызығушылық танытып жатыр. Сондықтан осы сүйінші хабарды жеткізіп қоюға, осы қазақ елімен бөлісіп қоюға жөн көрдім. Баршаларыңыздың қолдауларыңызға рахмет. Мынау Қазақстан Республикасында, яғни менің Нақып Бақытжан конституциялық құқықтарым қорғалды. Қазақ тілі мемлекеттік тілінде өзімнің ақпараттарымды алдым, сот іс материалдарды қазақ тілінде алдым. Ендігі мәселе, осы сот іс материалдарын мен қазақ тілінде алған күннен бастап ары қарай процестер жалғасатын болады. Яғни мен 10.06.2024 жыл барлық іс материалдарды өзімнің мемлекеттік қазақ тілінде алғандықтан, осы 10.06.2024 жылдан бастап барлық хабарламалар заңды күші осы бүгінгі күннен бастап заңды күшінде болады. Ал енді бұған дейінгі менің конституциялық құқықтарымды бұзған бүкіл мынау құзырлы органдар болсын, соттың шешімін уақытылы хабарламаған тұлғалар болсын, барлығы заң аясында өзінің тиісті жазаларын алады деп есептеймін. Барлығы заң алдында жауап береді деп есептеймін. Сондықтан мынау Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі екенін ұмытпаңыздар, өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғаңыздар. Енді алдағы уақытта мен осы мынау барлық мәселелерді, хабарламаларды барлығын бірінші, екінші, үшінші деп барлығын рет-ретімен айтып түсіндіріп сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Себебі бірінші мәселе, менің құқықтарым қорғалу үшін осындай видеоға түсіріп, мәлімдеме жасап, видео дәлелдер жасамайтын болсам, алдағы уақытта менің құқықтарым қорғалуы екіталай болып жатыр. Себебі 7 жыл өтіп кеткен, 2018 жылғы қараша айында шыққан 7 жылдық сұрақтары бар 7 жылдық мәселені маған қазақ тілінде берместен 2024 жылы 06.06.2024 жылы маған қайталап орыс тілінде жіберіп отыр. Бұл деген сөз, мен орыс тілінде маған берілген ақпараттар, егер қазақ тілінде мен талап еткен тілде ала алмайтын болсам, ол берілмеген есебі болып есептеледі. Заң аясында, заң бойынша. Себебі Қазақстан Республикасында тілдер туралы заңдар бар. Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының қазақ тілі мынау конституциялық құқықтарым бар. Сол құқықтарымды қорғау мақсатында осы видеоны түсіріп, қазақ еліне сүйінші сұрап, осы мәселені жариялауға жөн көріп отырмын. Алдағы уақытта мынау 7 жылдық мәселенің барлығын мен осылай бөлек-бөлек айтып түсіндіретін боламын. Себебі мынау алдағы жоғарыдағы мен алдыңғы видеоларында Макашев Талғатпен сот орындаушымен болған текетірес жағдайлардың барлығын халық дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Менің атақ абыройыма үлкен-үлкен зияндар тиюі мүмкін. Осы мәселенің бәрін алдағы уақытта бөлек видеоларға түсіріп, жариялап, сіздермен бөлісетін боламын. Себебі менің атақ абыройым, ар намысым бәрі сақталу керек, менің құқықтарым барлығы қорғалу керек. Назарларыңызға рахмет. Алдағы видеоларда сіздерге барлық мәселені мән-жайды бөлек-бөлек етіп түсіндіріп айтып беретін боламын. Баршаларыңызға сүйінші жаңалықтармен бөлісіп қойыңыздар.
қазақ елі лайк басып, қолдап, мына бүкіл мына қазақ тілін барлықтарыңыз өздеріңіздің жүрген жерлеріңізде құқықтарыңызды қорғап жүріңіздер. Баршаларыңыздың назарларыңызға рахмет. Есімім Нақып Бақытжан, Шымкент қаласы. Бүгін 11-06-2024 жыл. Рахмет баршаңызға.